Түркістан қаласында мемлекеттік сатып алу негізінде Түркістан қаласы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің тапсыруымен Түркістан қаласындағы халықаралық Қазақ-Түрік тас жолынан Отырар ықшам ауданына дейінгі автожолды күрделі жөндеу жобасын бас мердігер Санк Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз жауапкершілігіне алады. Жөндеудің техникалық қадағалаушысы Фараб құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екендігін нысанның төлқұжатынан көрдік. Байқағанымыздай, авторлық қадағалаушы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті түзеу мекемелерінің еңбек шаруашылық құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының еңбек Шымкент филиалы. Жұмыс 8-11-2017 жылы басталған. Жұмыстың аяқталу күні 31-8-2018 жыл. Бүгін 8-1-2019 жыл. Осы аралықта жұмыс не себепті аяқсыз қалды? Мемлекет қаржысынан бөлінген 761 миллион 600 мың теңгенің көкке ұшқандығы ма? Жобада өзгерістер болып жатса, неліктен нысан төлқұжатын ауыстырмады? Тиісті орындар бұндай салғыртқа неге бейжай қарады екен? Сын мен шыны қатар жүретін журналистік зерттеу жалғасады.